Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте оңай жасалынатын үй жағдайындағы балмұздақты жасайтын боламыз. Ал кеттік. Ол үшін бізге 33 немесе 35%-дық сливки қажет. Яғни натуральный сливки болуы міндетті, дәмді болу үшін. Сонымен қатар сгущенка немесе сахарный пудра алсаңыздар да болады. Көз мөлшеріне, дәм мөлшеріне байланысты. Және де мен топпинг алам, карамель. Яғни біздің үйдегілердің бәрі осы карамельді жақсы көреді. Немесе ягода, шоколад қоссаңыздар болады. Қоспасаңыздар да ештеңе етпейді. Бірінші сливкиді видеода көрсетілгендей етіп шайқап аламыз. Өйткені сливкидің қоюлары түбінде немесе крышкасында тұнып қалуы мүмкін. Одан кейін салқындатылған сливкиді салқындатылған ыдысқа келіп құямыз. Қыздар, бұл кезде ыдысымызды холодильникке салып алғанымыз жөн болып келеді. Одан кейін барып миксердің бірінші баяу жылдамдығымен айналдырамыз. Одан кейін барып постепенно, яғни жайлап біз дейтін скорості көбейтіп отырамыз. Шамалы айналдырып болғаннан кейін сгущенкамызды немесе сахарный пудрамызды салсақ болады. Біздің үйдегілер тәтті болғаны жақсы көреді, сондықтан мен сгущенканы молырақ қосамын. Если сахарный пудра қоссаңыздар, онда где-то 100 грамм, 150 граммдай қоссаңыз жарайды. Одан кейін миксерімізді қайтадан қосамыз. Сіздерде қол миксер болса, қол миксермен немесе электронный миксермен де жасай берсеңіздер болады. Яғни планетарный миксер болсын. Қайтадан миксерімізді жылдамырақ қойып, одан кейін аз уақыттан кейін қайтадан скоростын көбейтеміз. Яғни бұл бізде қоюланғанша айналуы қажет. Видеода көріп отырғандарыңыздай біздің сливкиіміз бен сгущенкамыз қоюланды. Енді біз бұны арнайы бір ыдысқа салып алсақ болады. Немесе өздеріңізге қалаған стаканчикке, я болмаса мороженыйдың формасы болса, соған салсаңыздар жарайды. Менде қазір осындай ыдыс. Бұған мен мороженыйдың, яғни біздің дайындаған сливки және сгущенкадан араласқан қосындының жарты бөлігін саламын. Оны тегістеп шығамын. Оның үстіне топпингті құямын. Егер сіздерде топпинг құйғыларыңыз келмесе, шоколад ерітіп, немесе ягода салып, немесе ештеңе салмасаңыздар да өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Мен видеода көрсетілгендей етіп топпинг құйып, үстіне қайтадан сливкиімізді құйып шығамын. Яғни сливкиден жасалған біздің массамызды. Одан кейін үстіне қайтадан топпингпен сәндеп шығамын. Бұның бәрі сәндеудің өздеріңіздің еркілеріңізде. Одан кейін біз бұны тоңазытқышқа 2-4 сағатқа дейін салып қоямыз. Толық қатқанша. Балмұздағымызды морозильниктен алғаннан кейін өзіңіз ұнататындай етіп ұсынсаңыз болады. Егер менің рецептім сіздерге ұнаса, онда лайк басып, комментарий жазып, каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.